шорти тігіп үйренейік. 1 жас пен 4 жас аралығындағы балаға еш қиындықсыз тігілетін шорти. Ол үшін мынандай 1 жасар баланың, енді 1 жасар болмаса да 6 айлық баланың мынандай шорти немесе ползунки керек. Дәл осы көрсетіп тұрған жерлерімді қайшымен қиып аламыз. Әуелі резинкасын және шортиміздің ішкі тігістерін. Бізде сонда дайын лекалы шығады. Сол бойынша размерлерін үлкейтіп пішіп ала береміз. Бұл шорти тігуде ешқандай қиындық болмайды. Дәл осылай қиып алыңыздар. Міне бізде дайын лекалылар. Дәл осының ішкі жағын ғана тігетін боламыз. Ол үшін ең әуелі осы дайын лекаламызды үтіктеп әдемілеп алуымыз керек. Қаласаңыз бел жағын, балақ жағын ұзарта бересіз, өзіңіздің қалауыңыз бойынша. Міне үтіктеп дайындап алдым мен. Енді осыны матаға салатын боламын. Менде мынандай материал. Ені 60 см, ұзындығы 70 см. Баланың шортиына ұзын болса да, қысқа болса да осы жетеді. Немесе үйде мынандай ескі жынсы шалбарлардың балақ жағын кесіп, ажыратып алып, соған қойып пішсеңіз болады. Ол үшін материалымызды үтіктеп әдемілеп алыңыз. Сосын жаңағы дайын лекаламызды матамыздың үстіне қойып, размерлерін жанынан үлкейте береміз. Мысалы үшін баламның 1 жаста киген ползунки, оны кесіп тастадым мен. Содан енді қазір 3 жаста болған үшін оған 4 сантиметрді қосып, жан-жағынан белгілеп аламын. Неге 4 сантиметр десеңіз, 1 сантиметрі тігіске кетеді, қалған 3 сантиметрін әр жылына 1 сантиметрден қосып үлкейтіп тұрмын. Сіз менің балам толықтау немесе ол жылғыдан қатты өзгерді, семірді, толды дейтін болсаңыздар, балаңыздың жас мөлшеріне қарай немесе аяғын, жаңағы сан бөлігін сантиметріңізбен өлшеп алып тіксеңіз, оған бір 5-6 сантиметр қосасыз әрине, өйткені баланың шорти кен болып тұрады. Жаңағы белгілеген жерімнен осылай сызып алдым. Немесе үстіңгі жағын кесіп алып, оны астына кері қаратып қойып, бірдей кесіп алсам да болады. Сонда екі жағымдағы балағы бірдей болып шығады. Міне бір балағын екінші балағына оңға қаратып қоямыз. Екінші жағымыз солға қарап тұру керек. Дәл осының үстінен бастырып кесіп аламыз. Бұл шорти тігу өте оңай, қыздар, ешқандай қиындығы болмайды. Сол үшін 6 айлық балаңызға 1 жас, 4 айлық, 5 айлық балаңызды қазір 2 жасар болса, соған жасына қарай сантиметрлеп қоса бересіз. Немесе дәл қазіргі уақыттағы шалбарын тігемін дейтін болсаңыз, осы газіндегі шалбарын бастыра салыңыз. Резинканы алған кезде есте сақтайық, резинканың қалыңдығына қарай аламыз материалды. Енді іш жақтағы тігістерін біріктіріп аламыз. Алды жағы мен артындағы тігісін бірінші айверлокқа немесе машинаға салып жүргіземіз. Міне мен жүргізіп алдым. Енді осыны ашып, шортиміздің бұт жағындағы бөлімін тігіп шығамын. Тіккеннен кейін міне осылай шықты. Кәдімгі уже шортидің базасы көрініп тұр. Енді бізге тек қана керегі беліне қоятын резинкасы бар белбеуіміз. Оны мен бөлек аламын. Ол үшін шортиміздің белін өлшемін. Бел менде 34 сантиметр болып тұр. 34 сантиметрге 1 сантиметрді қосамын. 35 өйткені 1 сантиметр тігіске кетеді. Сөйтемде белбеу болатын материалдан тура жаңағы резинкамыз дұрыс келетіндей етіп, немесе былай көріп есептеп алсаңыз болады резинкаңызды. Резинкамыз ішінде салақтап бос жүрмеу керек, немесе симай қалуға да болмайды. Осы жерін біріктіріп тігіп алайық. Міне біздің белбеуіміз. Осы белбеулерді булавка арқылы шортиімізге, белбеуімізді шортиге фиксация жасаймыз.
фиксация жасап болғаннан кейін айналдыра машинаға немесе оверлокқа салып тігеміз. Жаңағы белбеуіміздің шетін біріктірген кезде кішкене припуск қалдырамыз резинка салатын жеріне, сосын оны вручную жасап тіге саламыз. Міне резинканы салып қойдым. Қатты үлкен қылатын болсаңыз, Резинкамның қалыңдығымен бірдей қылып алдым. ал қатты тар қылып қойсаңыз, Главное, резинкаңыз, например, 2 сантиметр болса, сіздің материалыңыз 2 сантиметрден 1 сантиметр артық болу керек.